Менің каналыма қош келдіңіз. Жаңа сабақтарымды БЖБ, ТЖБ тапсырмаларын жіберіп алмас үшін каналыма жазылып қоңыраушаны басып қойыңыз. БЖБ 3-ші тоқсан алгебра 2-ші нұсқа. Есептерін талдау. Тригонометрия тақырыбы бойынша. 2-ші нұсқа, яғни 4 балдық. Бірінші есеп. Градусты радиан және радианды градусқа айналдырып сәйкестендіріңіз. Бірінші есеп 150 градус. 150 градус бізде қайсы радианға сәйкес келеді екен. Бұл жерде енді 150 5 пи бөлінген 6-ға сәйкес келетін сияқты. Пиді 6-ға бөлгенде 30, яғни 180-ді 6-ға бөлгенде 30, яғни 5-ке көбейтсек 150 болады екен. Оны былай етіп белгілейік. Сонда Б жауабы бірінші жауап Б болып табылады. 36 градус есептеп көрейік. 36 градуста не сәйкес келеді екен? Пиді 180-ді 4-ке бөлгенде 45 градус болады. 184-ке бөлгенде 45 градус. Оны көбейтеміз 3-ке. Оны көбейтсек 3-ке қанша болады балалар? 135 болады екен. Онда жауап дұрыс емес. 16, 20. Не? 180-ді 9-ға бөлгенде 20 болады. 20-ны көбейтеміз 16-ға. 320 болады екен. Онда бұл 4-шіге сәйкес келеді екен. 4-шіге 3-ші сәйкес келеді екен. Сонда 4-шіге В жауабы болады. Одан кейінгі 9 пи бөлінген 16. Яғни 180-ді 16-ға бөлсек 11,1 шығып кетеді екен. Одан кейінгі есеп 5, 180-ді 5-ке бөліп көрейік. Енді 5-ке бөліп көрейік. 36. Сонда екінші жауапқа сәйкес бізде Д жауабы екен. Д жауабы. Келесі 240-ды енді 180-ді бөлеміз 3-ке. 30 болады. 60-ды 4-ке бөлгенде, көбейткенде 240 болады. Сонда бізде жауабы 4 пи бөлінген 3 деген Е екен. Яғни бұл бірінші есептің жауаптары. Екінші есеп. Бұл да 4 балдық жүйеде келтіру формуласына берілген. Яғни келтіру формуласына жерге сақтап қойдық. Енді есімізге түсірейік. Синус пи минус альфа дегенде біздің мәніміз, яғни функцияның мәні синус альфаға тең болады екен. Өйткені ол бірінші ширекте орналасқан және пида мәндері функцияның аты өзгермейді. Минус косинус пи бөлінген 2 плюс альфа дейді, қарайық. Косинус пи бөлінген альфа деген бізде минус синус альфаға тең екен. Минус синус альфаға тең. Бөлімінде косинус пи плюс альфа. Косинус пи плюс альфа минус косинус альфаға тең екен. Минус косинус альфа. Яғни минус косинус альфаға тең екен. Сонда тең болады. Бұл жерде синус альфа мен синус альфа қосылып кетсе, бізде 2 синус
альфа болады. Минус косинус альфаға тең. Синус альфа мен косинус альфаның қатынасы бізде тангенс альфа болады. 2 минус 2 тангенс альфаға тең болады. Келесі. Бұл жерде қос аргументтің формуласын пайдаланамыз, мына жерде. Енді мына жерде формулаларды жазып қойдым. Бізде қай формула сәйкес келеді екен? Косинус 70 градус, косинус 40 градус плюс косинус синус 70 градус, синус 40 градус деген. Яғни төртінші формулаға сәйкес келеді екен. Бұнда сонда косинус азайт альфаның орнында бізде 70 градус минус 40 градус тең болады. Косинус бізде 30 градусқа тең болады. Яғни косинус 30 градустағы мәні бізде нешеге тең? Косинус 30 градуста пи бөлінген 6-дағы мәні, яғни түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең екен. Келесі Б тобындағы есепті қарайық. Бұны 2 градус өлшеммен жазып алайық. Синус, яғни 30 градус қосу 45 градус деп. Бұдан формулаға қойсақ, яғни синус альфа қосылған бетті бірінші формулаға қоямыз. Синус 30 градус косинус 45 градусқа тең. Одан кейін қосамыз. Косинус 30 градусты көбейтеміз синус 45 градусқа. Тең болады. Яғни синус 30 градуста бізде мәні 2-ден 1-ге тең екен. 2-ден 1 косинус 45 градуста түбірасты 2 бөлінген 2 қосу косинус 30 градуста түбірасты 3 бөлінген 2 45 градуста синус түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Яғни бұдан шығады 4 түбірастында 2. Түбірастында 2 қосу 4 түбірастында 3 пен түбірасты 2 көбейтеді түбірасты. Яғни бөлімдері ортақ болғандықтан 4 түбірасында 2 плюс түбірасында 6. Яғни жауап осындай. Келесі. Төртінші есеп. Тепе-теңдік, яғни тригонометрия теңдіктерді ықшамдайды екенбіз. Білеміз, енді бұл жерден тең деп әрі қарай жалғастырып кетейік. Синус 2 синус альфа косинус альфа бөлімінде 2 котангенс дегенде косинус алымда жазылады. Бөліміне синус альфа жазылады. Тең болады. Бұдан 2 синус альфа косинус альфа, яғни бұл жерде енді синус альфа алымына жазылады. Бөлген кезде бізде керісіне айналады. Бөлімінде енді косинус альфа жазылады. Тең болады.
яғни бұл жерде косинус альфа мен косинус альфа қысқарады да бізде теңдігінде 2 синус квадрат альфаға тең болады екен. Келесі осының екінші басы, яғни бұл формулада бірінші нұсқадағы есепке ұқсайды, орындала алмасқан. Енді бірде тең мәні, яғни бізде косинус квадрат альфа қосу синус квадрат альфа минус косинус 2 альфа деген мәні тең мәні косинус квадрат альфа. Енді таңба алды минус болғандықтан бұл жерде мына жердегі қосуға айналады. Синус квадрат альфа болады, бұл жерде квадраты бар. Енді бөлімінде дәл осы сияқты косинус квадрат альфа қосу синус квадрат альфа қосу косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа тең. Бізде ұқсастарды біріктіреміз. Таңбасы әртүрлі. Функцияларды азайтамыз. Бұл жерде, мына жерде косинус квадрат альфа мен косинус квадрат альфа кетеді. 2 синус альфа қалады. Квадраттары бар. Бөлімінде синус квадрат пен синус квадрат кетеді. 2 косинус квадрат альфа тең болады. 2 мен 2-ні қысқартамыз да, синус квадрат альфаның косинус квадрат альфаға қатынасы бізде тангенс квадрат альфаны береді. Таңдағандарыңызға рахмет. Келесі видеоны көру үшін каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.